қас қарайса, жон қуғанда қайда кеттің? Не бәлең бар, а? Адам емеспіз бе? Сөзді қара, адам емеспіз бе дейді. Адам түгілі, түрің бар ма осы сенің? Кешкі қарауылда той бар дейді. Сонда барайық. Сен сорда бір сейіліп қайда. Барамын. Шіркіна десейші. Бұл дүниеде бақыттылы адамның 12 мүшенің сауында екен ғой. Ләйлә, ақ ләйлік. Құмар, сен екенсің ғой. Сен партада отырған көршің едің ғой. Қандай әдемі өсіп кеткенсің. Таныдың ба? Әрине таныдым, қалай танымау керекпін. Сен менің үнемі Ләлік дейтінсің. Ләлік деген құстың аты. Ол сондай әдемі, сондай нәзік дейтінсің. Ләйлә, кел билейік, мен сені биге шақыру үшін келдім. Құмар, қайдасың? Құмар, мен сол күні сені іздедім ғой. Ләйлек, қалың қалай? Ләйлек, қалайсың? Ләйлектің қызуы бар екен. Ләйлек, жақсың ба? Есің жүйсің. Аудан басшысы келе жатыр бізге. Амансыз ба? Қалайсың Ләйлек? Өзінің көңіліңді де сұрай келдім. Қарағым Ләйлә, сені де көрген қасиеттерің аз емес. Ертең біздің ауданда қалалы жиын өтпек. Соны сені алып кетуге келдім. Жақсы уақытың бе? Мен жақсы уақытың емес. Мен жақсы уақытың белгісі емеспін. Мен тек жамандықтың белгісімін. Мені аяңдаршы, мен жамандықтың белгісі болғым келмейді. Наны қарай көр, жаман немені. Мен бармай тойға, бара алмаймын. Сен барасың. Ол жарық емес үркеме. Мен жүрегім кепке толы. Мен өзімді адам сияқты сезінемін, бірақ басқалар үшін мен тек мүгедекпін. Мен әдемі болғым келеді. Мен күнәсіз қызбын ғой. Мен әдемі болғым келеді. Құлмымай, сен құрсақтар атқанда дегелен тауын түбейін, жер асын түпілдетіп, жарлас болып жатушы едім. Іңгәләп, бесте атқан сен тағылайры, осы жарылыстан қорқып, шыр етіп, қол-аяққа тұрмай, безілдеп кетуші едім. Сол әдетін еспергенше қылмап едім. Сен шыңғыстауын етегінен көтерілген, ауадағы қып-қызыл саңырауық құлақ іспетті лаулап тұрған алауға қызығып жүре жөнелетін едім. Апа, тау жақтағы ауада қалқып тұратын саңырауқұлақ бүгін тағы да түсіме кірді дейтін ем. Сонда әжең жарықты. О, қарғатайым-ау, сен де Құдай жеткізсе сол саңырауқұлақ сияқты ауада жұрттың көзін жаунап лаулап тұратын боласың деп мейірленіп маңдайынан сүйуші еді. Құлыным-ай, қазір қайдасың, қайда кетіп қалғансың?